фотоэффектке мысал шығарайық. Калий металға толқын ұзындығы 589 нанометр жарық түседі. Егер калийдан электронның шығу жұмысы А тең 1,7 көбейтілген 10-19 джоуль болса, фотоэффект нәтижесінде ыршып шыққан фотоэлектронның кинетикалық энергиясын анықтау керек. Енді осы есепті шығару үшін ең бірінші Эйнштейн фотоэффект үшін жазылған теңдеуін жазайық. Ол тең болады H. Енді бізде энергияны ню арқылы емес, толқын ұзындығы арқылы жазған дұрыс болады. H С көбейтілген бөлінген лямбда тең А қосылған кинетикалық энергия деуге болады. Бізге кинетикалық энергияны табу керек. Онда кинетикалық энергия тең болады H С бөлінген лямбда минус шығу жұмысы болады. Енді теңдеуді алдық, енді сандарды орнына қояйық. H бізде 6,62, оның минус 34 дәрежесі көбейтілген. Жарық жылдамдығы 3,8, толқын ұзындығы бізде 589 нанометр. Біз оны метрге аударуымыз керек. Оны минус 9 дәрежесіне көбейтеміз. Минус 1,7, оның минус бізде 19 дәрежесі. Осын бәрін мұқият есептейтін болсаңыздар, келесі жауап алуға болады. 1,67, оның минус 19 дәрежесі джоуль. Бұл фотоэффект нәтижесінде ыршып шыққан фотоэлектронның кинетикалық энергиясы.